Вьетнам деген Американы жеңген, Қытайды жеңген соғыста. Моңғол империясын жеңген ғой. Құбылай Ол хан өздері сөйтіп айта ма, или шынымен жеңген ба? Қазір Американың қол астындағы штат емес қой, жеңген ғой. Тәуелсіз ел ғой. Білмеймін ғой. Жоқ, мынау Совет өкіметі ғой арашылап алып қойған ғой сол кезде. Сол кезде батыр бар екен. ақш-ға қарсы соғысқан Вьетнамның батыры Ли Си Цин деген. Сөйтсе ол орыстың Ли Си Цин деген капитан екен ғой. Вьетнам болып соғысқан екен Америкаға қарсы. Неге соғысқанда оңтүстік Вьетнам мен солтүстік Вьетнам соғысқан. Ой, Вьетнам тарихын білемін, оны емес. Вьетнам танушы. Вьетнамда. Оңтүстік Вьетнам мен солтүстік Вьетнам соғысқан, тура оңтүстік Корея мен солтүстік Корея сияқты параллельден бөлінген ғой, 17-ші параллельден. Бірақ Хо Чи Мин бастаған әскер халықтың қолдауына ие болып, оңтүстік Вьетнамды біріктіріп, бір Вьетнам қылып тәуелсіз қыламыз деген кезде Америка қосылған соғысқа. Америка қосылғаны Америка тарихындағы ең қате шешім болған. Мұхаммед Алидің бармай қоятын кезде. Маған Вьетнамдықтар ешнәрсе істеген жоқ. Олар менің тәуелсіздігіме кедергі келтіріп отқан жоқ. Мен Вьетнамға барып соғысам деп Мұхаммед Али сол кезде айтқан. Рокки Бальбоа деген сол кезде шыққан. Көкпар шапқан, иә. Сол Рэмбоның киносын көрген. Халық өте жауынгер халық. Америка атом бомбасы бар Америкаға қарсы дротикпен соғысып ұтып кеткен ғой онда. Жер асты бүйтіп қазылған нелер бар еді, сөйтіп бай. Үлкен туннель қазады. Соның ішіне вьетнамдықтар кіріп кетеді. Мына жері не сияқты ғой, воронка сияқты ғой. Шығатын жері тесігі кішірек та. Вьетнамдықтар сыйып кетеді, америкалықтар сыймай қалып қалады. Мына жағынан жылан жібереді, улы жыландар. Сөйтіп соғысты осылай партизан стилінде ұтқан.